Arkan civersen. Civer. Hazır. Kamerada sayılma. 1, 2, 3, 4. Caslar ben 80. Çetmişler daim bak. 92 daim bak. 1, 2, 3. Bunu kazanımızga aşka bir bata verseniizler. Maksatımız Allah ve kalasa asa versin. Yelimizden ağızbirçiligi intimağı mol bolsun. Niyetimiz kabul, muratımız asıl bolsun. Amin. Allahu ekber. Al hizmetteki yigitler bir chetden ademlep tarqata beringizler tamoqda. Buna hazır bizning ko'pchilik buna ko'rchilarimiz kela qo'ygan jo'q. Saat 12 deganmiz. Topshirgancha ketib qolmangizlar, o'tinish. Kelingizlar. Buna bugun ata-bobolarimizga arnab Barsalesinin hadis-i şerifinde birinci kezekte qanday amal jasaytın bolsak da niyetimiz, mına бүкіл елдің niyeti, ixlası bir bolgan kezdе, Xuday xalasa Allah her bir jasagan dua tileklerdi kabul etу үшін. Al endi Allah Taala'nın bereketi köpçülüktің içinde deydi. Al endi осы köpçülüktің içinden bir adamның duası, tilegi kabul bolsa, бүкіл adamların barlığının tilegin Allah Taala kabul etedi. Qarab tursak, mına köpçülük jinalıp жүргенде қарасақ bereket бар. Mına бүгінгі жасалып жатқан Асар Мөлтек ауданында екінші учаскенің тұрғындары, Allah razı болсын сіздерге, мына ауызбіршіліктеріңізге рахмет, қандай бір керемет өтіп жатыр мына жерде. Бастамасы мынау ұлттық ойындар, арқан тарту, әртүрлі жастарға
ойындар өткізіп жатсыздар. Бұның өзі үлкен бір жақсылық. Және де мына жақта ақсақалдарымыз отыр. Рахмет, ерте келіп мына жерде дастарханның басында. Бұның өзі бір дастарханның сән негізі ақсақалдардың отыруы, төрде отыруы. Ал енді мына кішкентай бүлдіршіндеріміз өсіп жатқан ұрпақтарымызға да қарап тұрсақ, үлкен бұл насихат, бұл қарасақ. Мына ағайын туысқан, ел болып, көрші қолаң болып, барлығымыздың бір дастарханның басында отыруы, және де мына балдар дастарханның басында, әрбір дастарханның басында қызмет жасап, шайдарына, тамақтарына дегеннің өзі бұл қазіргі уақытта бізге ең керекті тәрбиелердің бірі болып тұр. Бұл нәрселерді біздер көбірек ұйымдастырып, осындай елдің ішінде бір жақсылық жасауға ұмтылуымыз. Ал енді бұның өзі келешектегі ең жақсы амалдардың бірі. Мынау біздердің ұлтымызда, халқымызда жиын істейтін болсақ, кішкентай жас балаға қолына су құйдырамыз. Бұның өзі қарап тұрсақ, бір аржағара тарихын қарайтын болсақ, мынау Дәуіт алейхиссаламның 30 жыл болғанын мынау жыр дастандарда естесіздер. Дәуіттің 30 жылын бір күнде алған деген термелерді. Ал енді бұның өзін қарасақ, тарихқа қарайтын болсақ, Дәуіт алейхиссаламның 30 баласы болған екен. Сонда жамағатпен намаз оқиды екен. Бір күні жамағат кекшеп қалып, Дәуіт алейхиссалам өзінің балдарымен оқитын болып қарап тұрса, 15 баласы оң жағында, 15 баласы сол жағында тұрған екен. Сонда өзіміз бір жамағат болып қаппыз ғой деген екен. Сөйтіп намазды бастап жіберген екен ғой. Намазды оқып болып сәлем берген кезде, ассаламу алейкум рахматулла деп оң жаққа сәлем берген кезде 15 бала жайнамаздың үстіне жан берген екен. Екінші жаққа ассаламу алейкум рахматулла деп сәлем бергенде 15 бала жайнамаздың үстіне жан берген екен ғой. Сонда артық кеткенін білген екен Дәуіт алейхиссалам, Алла Тағала мені кешірген, мына өзіміз бір жамағат болып қаппыз ғой, өзіміз болып қаппыз ғой дегеннің өзі бір қате адамдағы мынау бір қиын тірлік екен ғой. Сонда Алла Тағалам сол 30 баласын жайнамаздың үстінде алған кезде жалынған екен, Алла Тағала мені кешірген деп. Сонда Алла Тағалам дұғасын қабыл етіп, қаласаң 30 балаңды қайтадан тұрғызайын, немесе 30 балаға қайтитын бір ұл берейін деген екен Алла Тағала. Сонда 30 балам жайнамаздың үстінде жан берді, барлығы жәннатқа кетті намаздың үстінде. Енді сол 30 балаға татитын ұл берсеңіз, бір ұл берсеңіз деген екен. Онда ұлың 7 жасқа дейін, 7 жасқа келеді, 7 жастан кейін қайтып алам деген екен Алла Тағалам ұлыңды. Сонда Алла Тағалам не берсеңде разымын деп разы болған екен. Дұғасын Алла Тағалам қабыл етіп келесі жылы бір бала дүниеге келген екен. Ол баланың атын Сүлеймен деп қойған екен Дәуіт алейхиссалам. Сонда бір күні сол баласы 6-7 жасқа келген кезде өстіп көпшілікті шақырып Дәуіт алейхиссалам ас берген екен. Сонда баласына қолына су құйдырған екен. Сонда балам адамдардың қолына су құйып тұрғын. Сұраса 3 мәрте құй, бөліп суды. 4-ші рет сұраса құйғын, 4-ші рет сұрамаса қолына бол 3 мәрте құйып тұр деген екен. Сонда көпшілікке қолына су құйып тұрған кезде адамдар айналайын өмір жасың ұзақ болсын, көп жаса, Алла өміріне береке берсін деп көпшілік әрбір құйған адам, сондай қолына су құйған адам сондай тілек тілеп кіре берген екен асқа. Сонда ас біткеннен кейін жасы ұлғайып 7-8-ден асқан кезінде Раббым Алла, ұлымды 7 жаста алам деп едің, бірақ оның өмір жасы ұзақ болып жатыр. Себеп деген кезде Алла Тағалам сен көпшілікті шақырып ас бердің, балаңа қолына су құйғыздың. Сол кезде көпшіліктің тілегінде Алла Тағала осы баланың өмір жасын ұзақ қылғын, өміріне береке бер деп дұға етті көпшілік. Ал енді сол көпшіліктің дұғасын мен қабыл еттім деген екен. Алла Тағаламның бір есімі Халиқ. Бізде халықты көпшілік деп айтамыз бұра. Сол адамдардың ішінен бір адамның емесе көпшіліктің дұғасы қабыл болса, қабыл деген. Ал енді мына тасаттық мәселесіне келетін болсақ, тасаттық мына жылда көктем уақытында бізде мына дәстүрге айланған жылда жаңбыр сұрау негізі бұл Алладан. Ал енді жаңбырмен жер батамен ел көгерер дейді. Жаңбыр болмаса тіршілік
не болады? Қурап кетуі мүмкін. Сондықтан да мына Алланың жаңбырын сұрап, Алладан рахмет, мейірім сұрау арқылы көпшілік бір жерге жиналып дуа қылған. Ал енді бүгінгі жасалып жатқан дұғада солай көпшілікпен бірге Алладан сұрап, Аллаға мынау елдің тыныштығы, халықтың амандығын сұрау арқылы мына көпшіліктен дұға қылу, көпшілікпен бірге. Алла бүгінгі жасалып жатқан дұға тілектерді Алла қабыл еткен болсын, екі дүниенің жақсылығын берсін. Мына Алла Тағала елімізге кең байтақ қазақ елінде Алла тыныштық берсін, берекет берсін. Мына бүгінгі жасалып жатқан, көпшіліктің жасап жатқан тасаттығын, наурыз мейрамдарын Алла Тағала қабыл еткен болсын. Жылдан жылға мына түгел сол наурыздарға жетуді Алла Тағала барлығымызға нәсіп еткен болсын. Мына өсіріп жатқан ұл қыздарымыздың жақсылығын берсін Алла Тағала, жақсылығын көрсетсін, дендері сау болсын. Әрбір ниет қабыл мұрат асыл болсын. Отбасыларымызға амандық, тыныштық, Алланың берекеті болсын. Алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ниет қабыл мұрат асыл болсын. Bir Kur'an оқып жіберейік енді. Мынау енді сөздің басы бисмилля дейді ғой. Құранмен басталған істе барлығында жақсылық бар. Аузу биллахи минеш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الحق ضيق الله خاصية فرانسيب Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber'den cemi mu'minler muhtarına cennete hoş yerde amin de duaga qol jaygan kişilerin barlığın evletmeyen ötken bükül ata babalarının aje atalarının ruhlarına ötkenlerin ruhlarına bahşet. Ya Allah Teala bu kişilerin niyetlerini kabul et, muratlarını asıl et, otbaslarına amanlık ver, tınışlık ver Allah, bereket bergin. Cennet-i olsunday navruzlarga, meyramlarga aman esen
tügel жетуді Allah nasip etken ey Rabbim Allah. Bugün жасап atkan tasaddukların, kudayların Allah özün kabul etip Allah elge tınıştı, halkka amanlık verdin Allah, özün canbur verdin ey Rabbim Allah. Bereketini verdin ey Rabbim Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر حافظ وصلك Geliniz. Alın. Ademine oturup cevamlar. Bu жерде oynap жүрмеңдер, аяқ астында, тамақ тартылып жатыр. Сол шеттен барып отырып алыңдар. Buralarda keyiz sorarsın. Осыншалықты осындай тыныштық, мамыражай, бейбіт өмірге жеткізген Аллаға сансыз шүкір айта отырып, ағасын елін құрметтеген қазақ елінің ұрпақтарымыз мына бүгінгі столымызда дастарханымыздың үйдерінде отырған бірқатар ақсақал ағаларымыз бар. Орынбай ақсақал, Орынбек көке, Жиынбай көке, Қожеке, келіңіздер, мына бүгін жақсы бір тілек, елге деген баталарыңызды айтсаңыздар, жәулік сол столдағы көкелер бергесеңіздер болады, тапшандап отырған. Assalamualaikum құрметті бауырларым, ағайындар, туған туыстарым. Құдайым оңдасын, пайғамбардың қолдасын, бірлік берсін басымызға, береке берсін асымызға, бата берсін берейін, үстем болсын берейін, бақ дәулет болсын басыңа, өмір берсін жасыңа, жүр шайтан жорамасын қасымызға. Ағайын, Құдай жеңжатымыз көп болсын, düşmanlarımız жоқ болсын. Аузымыздан ақ кетпесін, басымыздан бақ кетпесін, астымыздан тақ кетпесін. Қыдырды қиялатсын, періштені ұялатсын. Ниетлесек тілегімізді Алла қабыл етсін. Оса тұрғанның барлықтарына иманның байлығын, денің саулығын берсін. Бақ қарасын, қыдыр дарысын, кетпес дәулет кемпейіл берсін. Ей жаратқан Алла емлігіміз